Барлығыңызға да сәлем, сіздермен біргеyiz, және бүгін біз алдында салдық қой, білесіздер ма, тавернаны. Соны бүгін обозревать ететін боламыз. Көріп тұрғаныңыздай мен оған құттай өзгерістер енгіздім. Сол үшін бұл жерде көріп тұрғаныңыздай бұл жерде тастар тұр. Құттай өзгерттім. Бұл жерде құттай заттар қойдым, люктар, тавернаның атын қойдым. Бұл жерде зат бар, тағы да тастар бар. Бұл жерлерге дополнительный фундамент қойып қойдым. Осы жерлерге люктар салып тастадым. Мен барлығы шын айтайын бар ғой. Адам басын шіртеді екен, барлығын қойған. Мен жердің барлығын алып тастадым. Мен жердегі былай салдым да, мына үйге вход жасадым. Мен жерде простой үй тұр, алдындағыдай. Дәл сондай үйді алдым да, копировать етіп жүрдім. Копировать етіп жүрген кезде копировать етіп салып жүрдім. Салып тастадым. Көріп тұрғаныңыздай ұқсайды да, сол үйге құттай ұқсайды. Ондай атты ұқсамайды да, бірақ нормально. Зат мен жерде көріп тұрғаныңыздай ең басында кірген кезде бізде мен жерде төрт березовый дерево тұр. Көп салам ба деп ойлаймын, бірақ ойланып қалдым, что-то ерініп кеттім десем де болады. Бұл жерде цветоктар тұр, бұл жерде роза мен сиреньдер тұр. Екеуі былай посаженный, басқа түстер болса, цветоктар болса қояр едім. Сосын терек былай қойылған, себебі бұл жерге тақалып тұрады, маған что-то біртүрлі көрінді. Сол үшін осылай қойып қойдым. Қызық сияқты меніңше. Нормально салынған сияқты, так что былай тұр енді. Былай алып тастайыншы, бұл жерлер қытай қызық емес тұр. Қызық емес дегенде андай былай әдемірек көрінетін сияқты меніңше. Өйстіп алып тастайық та, сіздердің көзінше былай бірдеңелер жасайық. Өзімнің бірдеңе жасайтынымды көрсетейін деп. Былай істейік те, былай істейік те, потом істеуге былай алып тастаймыз да, былай алып тастаймыз да, былай алып тастаймыз да, былай алып тастаймыз да. Сосын былай жерді алып тастаймыз да. Ну, нормально әдемі теректер шықты. Бұл жерде екеуін алып тастасақ, вообще одан да жақсы болып кетеді. Мына терекпен де дәл сондай бірдеңе жасай салайық. Сіздерге де қызық болады деп ойлаймын, себебі сіздер көресіздер мынаны өздеріңіздің учаскелерінде, Майнкрафт учаскелерінде осылай жасау мүмкінсіңдер. Мен шын учаскелерде мұндай жасағанды дұрыс көрмеймін, кешіріңіздер. Себебі ағаштардың бірдеңелерін жұлып тастаған қате деп ойлаймын. Енді сіздер білмейсіздер, конечно же. Если сіздер профессиональный садовод болсаңыздар, сіздер мен қарамайсыздар. Давайте енді былай меніңше өте әдемі шыққан сияқты. Даже бұл жерін былай алып тастауға болады бар ғой, шын айтайын. Былай алып тастаған кезде үйсесінде, үйс алып тастайсың да, құттай терек сияқты қояды да. Естіп кеткен құттай терек сияқты қояды. Өзі типа андай әртүрлі болсын дегенім ғой. А то слишком что-то бір-біріне ұқсап жатыр. Естіп сайын да, мына жерінен былай аласайық та. Бір-біріне ұқсамайды енді. Құттай өзгеше теректер көріп тұрсыздар ма? Енді барлығы әдемі көрінеді де, аккуратны көрінеді. Бұл жерден былай алып тастайық та, чтобы әдемілік көріну үшін. Бұл жерде көріп тұрғаныңызда енді терек осындай. Бұл жерден салып қоямыз. Өйстіп қоямыз сосын. Өйстіп салып қоямыз да. Более-менее терек болып тұр енді. Потому что теректер бір-біріне ұқсай бермейді ғой, ешқай терек. Енді бұл жерде әдемі болып тұр. Мәмен кешіңіздер, мұнан дұрыстауға ұмытып кеттім, алдындағы салғаннан кейін енді былай өйстіп жүрейін де. Сіздердің көздерінше жасаватым осының барлығын. Алдында да видеода жасадым. Енді барлығын жасай бермей-ақ қойын, себебі оның барлығы өте көп уақыт алады ғой. Потом жасап тастармын, әдемі болатындай. Ал енді бұл жерде көріп тұрғаныңыздай дымоход бар, дымоходтан былай жасауға болады. Лайфхак көрсетіп жүрейін сіздерге. Былай ниткадан. Конечно, көп білет о жағын. Бірақ енді кейбіреулері білмегендерге осындай лайфхак жасайын. Сосын бұл жерлерін құттай алып тастаңдар. Ондай үлкен болмау керек те. Осындай типа андай дымға ұқсайтын болады, сосын түтінге ұқсайтын болады. Енді кіріп келген кезде ең бірінші жасында тавернада бұл жерде ағаштарды көреміз. Тавернаның өзі көбінесе ағаштардан жасалған және мындай прутиялармен қоршалған. Және бұл жерде астында фундаментінде тас бар және плиталар тұр. Мына кіріп келген кезде сразу же мындай столдарды көресіздер. Бұл жерде столдарда кейбіреулер тамақ ішкен екенін көрініп тұр, жасыл бірдеңе жатыр. Не ішкенін кім білсін. Бұл жерде столдар бір-біріне тақалып тұр. Бұлай тақалып тұрған столдар. Тамақ ішесіз бе, не істейсің, өзің білесің, короче, былай істейсің де, былай ішесің бе, өзің білесің ғой, короче. Есе сояқта енді әдемі мындай таверна сияқты ғой, шынымен де. Бұл жерге арақ ішесің бе, там не знаю, тамақ ішесің бе, соның барлығын өзің білесің де. Міне осындай столдардың түр-түрі бар. Бұл жерде лампочкаларын жасадым, люктар мен заттан, светокаменнен, оның барлығы жасайды деп ойлаймын. Мұндайлар өздері біледі.
мына жердің барлығын шеттерін забормен жасап қойын. Әдемірек көрінеді меніңше. Өте мына жерлерде кейбіреулерінде факелдар тұр. Мына жерде светокаменді чисто декор үшін используется. Көбінесе факелді қолдануға дұрыс көрдім. Себебі мынау дейтін ескі заттар ғой. Ескі заттар ескі кездерде фонарлар болған жоқ қой. Сол үшін магиямен зат. Мына көріп тұрғаныңыздай мындайлардың ішінде, сундуктардың ішінде мындай арақ сияқты бірдеңе жатыр. Шетін сусындар дейік. Сусындар жатыр мына жерде. Сусындарды ішуге болады. Мына жерде столдары бар. Мына столдарда бармендар арақ қояды. Арақ емес, сусындарды қояды да. Адамдар алып кетеді. Мына жерде керек сусындарды дайындайды. Енді мына жерге тағы да айтпақшы, қазір миыма келді. Стол қайда? Стол. Зеле варенье бар ғой, зеле вареньеға соған столын қойып қойсам әдемі болып тұрады. Бірақ шын айтайын, шыттай болып тұрады. Қазір поискті барамыз. Стол. Енді стол жоқ па не ондай? Или былай іздейік па? Былай іздейді қысып қойыңдар ғой сендер. Қазір жылдам алып алайық та, әдемі болады да үйдің барлығы. Осылай сіздердің көздерінше осылай жасаймыз да. Үйдің барлығы сіздер уже айта алмайтын боласыздар. Типа мына үйдің барлығы сен дейтін модпен жасадың бірдеңе деп. Үйіп жасай саласың да, котел қоя саласың кейбірінде. Мына жерінде естіп кеткен столдар бар, типа құю үшін, бірдеңе істеу үшін сусындарды істеймізде. Енді мына жерге котелдарға мынаны қойып қоясың да, былай істейсің де. Болды. Әдемі де, әдемі болып тұр ғой. Шынымен де әдемі болып тұрады, осылай істесең. Былай естіп кеткен столдар қойып қоясың. Мына жерде кейбір заттардың орнына мына жерге қондырғыны қойып қоясың мына. Мына жерде су құйып қоясың ішіне құттай су құйылып тұрсын, себебі енді ато бір түрлі болып та. Енді от үйдің іші әдемі болып кетті. Үйдің іші деп бардың іші. Мына жерде көріп тұрғаныңызда еще эндерняковый кирпич, өте әдемі кирпич сияқты. Мен бар ғой, Майнкрафтта осы кирпичті көрдім ғой, реально қуанып қалдым, маған ұнап қалды осы кирпичті. Және болашақта здание салсам, басқа ойындар түсірмей, осындай кирпичті көп қолданатын боламын. Көріп тұрғаныңыздай мына жерде айтпақшы, мына жерде барлығы балкалармен жасалған. Көріп тұрғаныңыздай барлығын барынша физикалық тұрғыда жасағым келді. Осындай постройкалар, және мына жерде ұстап тұрған оны ағаштар тағы да. Мына жерде енді зеле варенье стойкалар бар. Мына жерде айтпақшы, мен дейтін алдынан күтіп жүрген сіздерге историясын жасауға ұмытқан жоқпын. Алдындағы айтпақшы видеолар бар ғой, соларда да историялар болды. Барлығын басқа видеода 3-4 историясын салып, бір видео қылдырып сіздерге көрсетермін. Мына жерде барлық историясын сіздер оқи аласыздар. Мен бірақ қысқадан нұсқасын айтып кетейін. Мына таверна дейтін 500 жыл бұрын жасалынған бір дейтін мак дейтін кезінде 100 жыл болғаннан кейін мына затқа тавернаға өліп қалғанда мына жерге көп адамдар келіп нападение жасаған. Сіздерге мына барлығын көрсете сайын, сіздер стопқа басып қарай салыңдар. Енді қарадыңдар деген үміттемін. Мына жерде тағы да сондай сусындар барлығында тұрған. Мына жерде булыжникпен тұрған ұстайтын, ато ұстайтынсыз мына жерде бір түрлі болып кетеді. Мына жерде типа асханаға кіресің, асханада типа мына жерде сусындар тұрады, ал мына жерде типа тамақ тұрады. Тамақтарын береді, осылай миска қойып қойған, по идее. Тұрдыңыз? Естеріңізде барлығын сіздердің көзінше жасап отырмын. Кейбіреулеріне ұнамайды, кейбіреулеріне ұнайды. Қазір бар ғой, мен ол жайлы көп айтып отырған себебі қазір мен айтам, бірақ потом сіздерге вообще айтпайтын боламын. Если сұрақ қоймаңыздар, қоймайсыздар ғой, да, содан кейін. Мына жерде модтар тұр, мына заттарды қоятын, ол қайт NPC-ларды қоятын. Мына жерге сіздерге көрсете сайын адамдардың аттарын. Мына модтың аты Custom NPC. Қазір атын көрсетейін. Мына жерде характеристики, бірдене инвентарын дұрыстауға. Мына бізде мындай пока что простой адам, оның моделін өзгертесінде, оны типа жануар қылдырып қойған. Бірақ мен қазір просто қуып кетті. Партс па маған керегі? Ой, қудырып жүрмін мен адамды, удалить деп басамыз, да, деп басамыз да. Адам қуып кетті, просто өзіме алды да. Есемізде алып тастаймыз. Сосын өзгертемізде бұлай өзгертпейді, айтпақшы. Есемізде қай жерден еді? Мына ғой, мені текстура выбрать деймізде. Мына жерде кім тұрады бізде? Бізде мына жерде кім тұрады? Повар тұрады, да? Поварды қоямыз. Міне повар. Все, повар бізде тұр. Міне повар тұр мына жерде, да? Тамақ пісіресің бе? Тамақ пісір, давай.
Мына жерде қазір құттай официанттарды қойып қояйық, сіздердің көздерінше былай алып тастайық аттарын, сосын текстуру выбрать дейміз де. Мына жерде кім қоя алады? Доғдырлар бізбе пока что керек жоқ. Скоро больница салам, адамдар сұрап отыр екен больницаны, соны салуға керек болам уже мен уже. Мына жерде корольдер де бар, корольдердің түрлері бар. Өздерінің, бірақ енді өз зәт скиндарын салуға болады, мен пока оған уақыт таба алмай отырмын. Қазір мына жерден тауып алсақ, оның барлығы бізде көп уақыт алмайтынына сенімдімін мен қазір. Реск бір жет. Ну жарайды да, типа жарайды. Стив Тадер Стив дейді. Давай кеттік. Осындай бір Стив тоғып қойық та. Сосын мен жерге тағы да бір Тадер Стив тоғып қойық. Не аты? Текстуру выбрать. Өсімізде Тадер Стив қайда? Тадер. Уродтар какой-то. Ну все. Клиент Тадер Стив атын өзгертіп тастайын. Кетті. Осындай адамдарды ұнатпаймын. Қазір текстурасын өзгертіп тастайық. Там не знаю, любой адам болдырып. Там не знаю. Мұндай доғдыр келді мынаның ішіне дейік та. Доғдыр келді. Атын өзгертіп тастаймыз. Бұл жерде доғдырлар жүр. Бұл жерде тағы да кім болады? Бұл жерде тағы да түрлі. Бұл жерде осыны қоюға болады. Қазір енді осыдан жарайды деп ойлаймын. Бар, атын өзгертсек қазір. Татырыңыздар, скрипт басамыз да. Ал енді бұл жерге қойдық. NPC-лардың барлығын кешіріңіздер. Құттай бір жерге шығып кету керек болды. Осындай әдемі здание салдым, көріп тұрғаныздай. Барлығын сіздерге көрсеттім. Сіздердің көздерінше мына Custom NPC дейтін модтың адамдарын көрсеттім. Міне көріп тұрсыздар ғой, жазылып тұр ғой. Міне енді Custom NPC деп инструменты. Осылай жазасыздар. Сол кезде модтарды қоюға болады. Мына жерде тағы да бір дүниелер бар. Мен олардың барлығын әлі тек қана қарап жатырмын. Пока что маған тек қана NPC-лар керек. Соны қойып жатырмын пока. Ал енді сіздерге мына видео ұнаса, лайктарыңызды басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған Эйс. Барлығыңызда сау болыңыздар.